Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін чак-чак пісіреміз. Біздің жақта оны бал бауырсақ деп атайды. Өте дәмді, керемет. Чак-чакты әртүрлі әдістермен пісіреміз. Сүт қосып, немесе арақ қосып, немесе сүтті арақта қоспай, жай ғана жұмыртқамен ұнмен ғана пісіреміз. Сиропты қант пен балмен араластырамыз, немесе таза балдың өзін құямыз. Мына чак-чакты мен жұмыртқаға сүт қосып, онымен араластырып жасадым. Онды елеп алдық. Оған енді сода саламыз. Бір шым-шым кішкентай тұз, қант, жұмыртқа. Кішкене бұлай араластырып алайық. Және сүт. Енді қамыр илейміз. Жұмыртқа ірі. Тесто мынандай болды. Жұмсақтығы. Енді қамырды 30 минутқа целлофанға салып қоямыз. Тынығу керек. Қамыр 20 минуттай тынықты. Енді оны 4-ке бөлеміз. 4-ке немесе 3-ке бөліңіздер. Қамыр жұмсақтау, бірақ қолға жабыспау керек. Енді бұлай араларын қосамыз. Бұлай домалақ форма береміз. Қалған бөліктерін оңға матырып ап, қайтадан целлофанға салып қоямыз. Енді мына қамырды жаямыз. Қамырды жайдық. Енді бұлай где-то жуандығы 3 сантиметрден андай полоска сызамыз. Лапша риска болса, лапша рискадан да өткізіп алуға болады. Тестаның жуандығы 1-2 мм. Енді лайнан қойып, арасына оны жағып аламыз. И ұсақ-ұсақ қып кесеміз бұлай. Жіп-жіңішке. Ыдысқа майды салып ерітеміз, қыздырамыз. Жалғыз өсімдік майында пісірмеймін, оған кулинарный жыр қосамын, масло для фритюра немесе. Май қызында. Енді аздап бауырсағымызды саламыз. Ақшыл сарғыш түске дейін ғана пісіреміз. Қара мейіз алдық. Енді оған ыстық су қойып, 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Жұмсару керек, тазалап жуып тастаймыз. Балға қант қосам да енді қайнатамын. Бал қайнады.
Бал қайнағаннан кейін отты азайтамыз да 1-2 минут қант ерігенше пісіреміз. Ал, міне 2 минуттай пісірдік, енді аламыз оттан. Чак-чагымыз дайын. Тегешін примерно көріп тұрсыздар, қандай размер. Үлкен размер, мынау майдың бутылкасы. Енді оған міне изюмді жуып, мейізді кептіріп қойған орамалға. Енді былай үстіне саламыз. Енді мына ыстық сиропымызды құямыз. Сироп ыстық, енді бал бауырсақты араластырамыз. Қолға арнайы перчатка киіп алыңыздар, немесе қолды суық суға малып тұрып араластырыңыздар. Қалай сізге удобно. Жалпы чак-чакты біз әртүрлі рецеппен жасаймыз. Осы жолы мен сүтпен жасадым. Басқа кезде арақта қосып жасаймын. Ал менің мамам болса, ол жұмыртқамен, жалғыз жұмыртқаның өзінен сүтті арақта қоспай жасайды. Ал сироптың орнына таза балды ғана қосады. Сондықтан біз әр кезде арғалай рецеппен жасаймыз. Өсіп араластырып қоямыз. Қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Видеоның астында әртүрлі рецептерді көрсетемін. Қайсысы ұнайды, сонымен жасаңыздар.